12 жасқа толған балаларға арналған. Құрметті Нұрғиса FM радиосының тыңдармандары, эфирде жаңа күн бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Мырзан Диана. Мектеп-интернатымыздың соңғы жаңалығына назар аударыңыздар. Қайырымдылық жасасаң, қайырымын өзің көресің деген екен дана халқымыз. Біздің мектеп-интернатымызда шын жүректен атты қайырымдылық жобасы өз жұмысын жасауда. Атап айтар болсақ, игі іс-шараға қайырымдылықпен адамгершілікті биік ұстап, кісілікті ту ете білетін ұжым қызметкерлері, көкірегі қаяулы, жаны жаралы жандардың жасын сүртіп, жылы лебізін аямай, қолдан келген жәрдемін ұсынып, достық пейілдерін танытып, ауған соғысына қатысқан ардагерімізге қаржылай көмектерін көрсетсе, 5 жанұяның үйіндегі науқас жандарға бір күндік жалақыларын аударды. Сонымен қатар, Тараз қалалық Нұр Отан партиясымен бірлесе отырып, жағдайы төмен бір отбасына 50 мың теңге қаржылай көмек берді. Жан жылуын аямайтын мейірімді ұстаздарымызға мың алғыс. Мектеп-интернатында ерекше адамдар жұмыс істеу керек. Бұл жай ғана мектеп сияқты емес. Қыр-сыры өте көп. Жүрегі өте кең болу керек бұл мектепте істеу үшін. Өте бір жан-жақты болу керек. Әсіресе жүрегінде мейірім көп болу керек балаға деген. Бала біздің осы жерде алақанымызда ғой. 9 ай бойы бала бізде болады. Тек 3 ай ғана ата-анасының қолында екен. Күн-түні бала біздің қолымызда болғандықтан, әсіресе тәрбиешілеріміз, әсіресе ұстаздарымыз, мұғалімдеріміз балаға тура өзінің баласындай қарау керек деп ойлаймын. Мен енді бірінші осы интернаттың баласын ойлаймын, шыны керек. Дәл ұстаздар да сондай болу керек. Әрине ұстаздардың ішінде сондай бір жүрегі жұмсақ, патриот, еліміздің патриоты деп айтуға лайықты ұстаздарымыз бар. Ешқандай бір уақытпен санаспайды. Ұстазға лайықты болу керек. Мен енді ұстаздарыма айтам, біз ерекше жерде жұмыс атқарып жатырмыз. Жай ғана мектеп-интернат емес. Бала күні бойы бізге қарайды. Жәутеңдеп бізге ғана қарап тұрады. Өйткені осы жердегі анасы да біз, әкесі де біз. Ал енді ұстаз деген сөзге лайықты болуымыз керекпіз. Себебі ұстаз деген уақытпен санаспайды екен. Ұстаз деген жүрісі де, тұрысы да, сөйлеу манерасы да, балаға деген әсіресе қарым-қатынасы, балаға тәрбие мен білім берудегі өзінің іскерлігі, осының бәрі ерекше болу керек. Яғни бәрі де мұғалім болады. Кейбір мұғалімдер 30 жыл бойы да мұғалім болып, сол мұғалім қалпында қалып қалады. Ол яғни шын жүрегімен жаны ашмайтын, уақытылы келіп, сабағын өткізіп, уақытысында кететін, сондай бір 30 жыл стажы еңбек өтілі болса да, бірақ мұғалім қалпында қалып қалған адамдар болады. Ал енді аз ғана уақытта өзін мұғалімдіктен асып, ұстаздыққа лайықты көрсететін жас мамандардың ішінде де бүгінгі күні мақтап айтатын мұғалімдеріміз бар. Біздің мектеп ашылғалы 20 жылдан ашылды. Сол 20 жылдың көлемінде 15 жылында директордың оқу тәрбиесі ішіндегі орынбасары болса, бүгінгі күні 5 жылдан астам осы мектеп-интернаттың директоры болып қызмет атқаруда. Елмира Соқымбековна да көп тәжірибелі жинағаны көрініп тұр. Жастайынан басшылық қызметте болды, Сарымолдаев мектебінде де болды. Одан кейін біздің мектепте жұмыс істеуде. Сол кезден бастап әрбір ұстаз, әрбір мұғалім осы еден жуушыға дейін осы балаларды жан-жақты байқауларға жіберу арқылы, неше түрлі жарыстарға жібергенде демеушілік табуды, халықаралық, республикалық байқауларға балаларды жіберуге ешқандай қаржы бөлінбейді. Сондықтан іскер басшы ретінде ол кісі үнемі өз тарапынан демеушіліктер іздейді. Атымтай Жомарт ағаларды іздеп көптеген байқауларға жіберді. Мысалы, Гамарт жобаға жіберді, қаржылай көмектесті балаларға апарып, сол жерден 2 баламыз үлкен,
орындар алып келіп жатыр. Атадан қалған мұра деген халықаралық байқауларға жіберді. Одан кейін мына республикалық жас толқын, бал дәурен орталықтарына жіберген балалар көркем өнерден, көркем сөзден, одан би жанрынан, ән жанрынан болсын, барлығынан вокал жанрынан бас жүлделерді міне жақында ғана 26 наурызда алып келіп отыр. Мың 1998 жылдары осы мектеп-интернат ашылды. Ашылғанда Ахметжанова Камилашқызының қызы алғашқы директоры болып тағайындалды. Мен ол кезде Сармалдаев балалар үйінде директордың оқу тәрбие жөніндегі орынбасар қызметін атқарып жүрдім. Камилашқызына екеуміз талай жиналыстарда бас қосып қалатынбыз. Сонымен ол кісінің шақыруымен мен осы жаққа ауысып келдім. Келгенде қарап отырсам, балалар үйіндегі қиындықтармен және осы жердегі мектеп интернатындағы қиындықтар кездесіп отырады екен. Мен енді бұл жерде мектеп ата-анасы бар деп ауысып келдім бұл жаққа кезінде. Бірақ оншама айырмашылығы жоқтығын көріп таң қалдым. Себебі бала ата-анасынан алыста. Баланың өзі бір ерекше дарынды балалар көп екен. Сосын ол ауысып келгеннен кейін бір жағынан өзіме риза болдым. Себебі ауылдың қара домалақ балалары сәл үйреткен нәрсені алып кетеді. Өнер жағынан болсын, спорт жағынан болсын, білім жағынан болсын, балалардың сондай бір білгісі кеп тұрғаны маған қатты ұнады. Білсем, үйренсем, алға шықсам деген талпыныстары маған қатты ұнады балалардың. Мен мақтанып айталым, басқа мектеп, жай мектепке қарағанда, басқа жерге қарағанда біздің балалардың дарындылығы ерекше деп. Себебі біз жай ғана мектеппіз ғой, жай ғана мектеп интернатымыз. Ешқандай да бір музыкалық бағытымыз жоқ. Бірақ балаларымыз сәл ағайларын үйреткенін қағып алып, үлкен байқауларға барып, осы республика болсын, халықаралық болсын, бас жүлдені бірінші орында біздің сенімімізді ақтап алып келіп отырады. 2000 жылдан бастап осы ұжымда еңбек етіп келемін. Сол жылдардың арасында біздің басшымыз өте кішіпейіл, жомарт кісі. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің дегенде, ол кісі өзінің ұяда көрген мейірімділік, барлық жақсылықтарын бәрін осы мектептегі оқушыларға, мұғалімдерге, ұстаздарға жасап жатыр. Интернат деген оңай емес. Ол жерге бізде жағдай төмен отбасының балалары және көп балалы отбасының балалары келеді. Олармен бәрімен бірдей тіл табысу оңай емес. Сондықтан осыны басқарып келе жатқан біздің басшымыз өте іскер адам. Мынау демеушілік көмек арқасында оркестрімізге 11 бала ұл бала мен 15 қыз балаға 26 комплект киім, ұлттық киімдер тіктіріп берілді. Және жататын бөлмелеріндегі төсеген кілемдер, дорожкілер барлығы да осы демеушіліктің арқасында әр балаға әр осы талапқа сай безендірілген бөлмелерде жатады. Өте таза, керемет бөлмелерде. Енді барлық жақсылықты жасап жатырмын. Басшымызға рахмет. Мен бәрін істеп жатырмын демейді. Басшының арқасында барлық іс өзімен өзі істелініп жатыр. Балалардың да, ұстаздардың да алғысы шексіз. Сәлематсыздар ма балалар? Отыра қойыңдар балалар, отыра қойыңдар. Қалдарың қалай? Бүгінгі күні балаларға қолымыздан келгенше жақсылық жасауға тырысамыз ғой. Әрине мен орында кімде болса, кім отырса да сондай осы балалар үшін барын жасауға, барын беруге тырысады. Балалардың көрмеген нәрсесін көрсе екен дейміз, кимегенін кисе екен дейміз. Енді шетелге де 2016-та апарып келдім балаларды. Ол жерде біраз нәрсеге өзім демеуші болдым. Адамның бір болмысында қанынан берілетін нәрсе ғой. Мысалға, әкем кішкентайымнан сондайға мені баулып отырды бізге. Жақсылық жасаңдар. Қаншалықты жақсылық жасасан, соншалықты өзінің отбасына қайтады сол жақсылықтың бәрі деп айтып отырушы еді ол кісі. Жарықтық. Сол бір өсиет ретінде қалып қалғандай осы бойыма. Үнемі басқа адамдарды да шақырып отырамын. Келіндер жақсылық жасаңдар деп, одан жаман болмайсыңдар деп. Мен Эльмира Жақсылық қызымен осы интернат ашылғалы бері бірге қызмет етіп келе жатырмыз. Эльмира Сауқымбек қызының осы мектеп интернатындағы жасаған жақсылықтары, ол кісінің көргендігімен, осы оқушыларға жаны ашығандығының
белгісі деп ойлаймын. Ол кісі мына кабинетті де осы робот кабинетінде жабдықтауға өзінің үлесін қосты, жеке өзі демеушілік жасады. Жеке өз қаржысынан демеушілік жасап, осы кабинетті жабдықтап берді. Эльмира Сауқымбекқызы осы бірге жұмыс істеп келе жатқан кезімізде өзіміздің де барлық жұмыстарымызға араласып, керек кезінде қол ұшын беріп, еш уақытта жақсы сөздерін аямаған, барлық жағдайда да көмектесіп тұрады. Ал енді оқушыларымызға келетін болсақ, біздің оқушыларымыз да көп, біреуінің ата-аналары жоқ, жақсылықты қажет ететін оқушылар да кездеседі. Сол кезде де Эльмира Сауқымбекқызы барлық жылы сөздерін аямай оқушылармен бөлісіп отырады. Енді адам баласы болғаннан кейін біздің де жанұя жағдайымызда кездесетін кемшіліктерді де ақылын айтып, көмек көрсетіп, қолынан келген жақсылықтарды жасайды. Кішкентайымнан суретті салған жақсы көретін едім. Мамам ұстаз болып, сол кісінің барлық жұмысында көмектесіп жүретін. Сонда анам ойлайтын, осы қызым художник болады ғой деп. Ал мен бірақ осы бастауышта оқып жүргеннен папам мал дәрігері болатын. Неге екенін білмей, мал дәрігері болам дейтін үнемі. Папамның бір жұмысы ұнайтын, ол кісінің, өйткені мамам көп қағаз шашып тастап, карточка істейді, әртүрлі қағаздарын жасайды, оның бәрін істеп көмектесем мен. Сол кезде ойлайтынмын, папамның жұмысы бір тып-тыныш, барады, келеді. Мамам үйге де жұмысын алып келеді де, үйде жалғастырады. Мен малдагер болайын одан да деп, солай ойлап жүретінбіз. Бірақ енді өсе келе мектепті білетін кезде ұстаздықты таңдадым. Себебі бәрібір кішкентайымнан мектепте мамамның қасында көмектесіп жүргеннен кейін болар, балаларды үйреткім келеді, балаларға бір өзімнің білгенімді көрсеткім келетін, сондай бір ұнады. Оны түсіндім ба, жоқ, өсе келе ол жұмыстың маған керек екендігін, мамам жолын қудым, бұл өскеннен кейін ұстаздықты таңдадым. Кішкентай кезінен бұл өзі пысық болды. Суретке құмар болды. Суретті жаңа қағазды алып, ылғи жаңағы бос уақытысы болса, сызғылап отырады, не салып отыр десең, бірдеңенің жобасын салып отырады. Ыдыстың ба, жаңағы кітаптың ба, әйтеуір үйде не бар, соған қарап жаңағы суретін салады. Сондай мейірімді, ешкіммен ұрыспайтын. Ешкімді жаңағы жамандап, ана ұрды, ана не қылды, тұрған жерде, ұсқан жерде қалып кететін. Оны маған айтпайтын. Өмірі баланың арасынан түсіп көрген адам емес. 5-ші класстан бастап, мен жаңа мұғалім, менің көрнек құралдарым жасайды. Сөйтіп, сол көрнек құралдармен сабақ өткен өмірімде Құдай-ау тоба облыс бойынша менің іс тәжірибем тарады осының көрнекті құралының арқасында. Жаңағы командировкаға барам, облиуда істеймін. Облиуда да істеймін, мектепте екісімен істеймін. Сонда осының істеген көрнек құралдарын қай сабаққа қалай пайдаландым, соны дәу шамадан бар, жаңағы соның ішіне салып, жаңағы барған жерге алып барады. Сөйте портрет салатын болды. 3 бидің суретін салды. Ыбырайым Сүлейменовтың суретін салды. Тура үлкен кәдімгі художниктердің айны маған салды ғой. Айналайын құдай бағын өсіріп, бақытты қып, 3 жұлдызының қызығын көріп, халыққа қалаулы бол, елге olsun деп отырамын шырағым. Алғашқы еңбек жолым тәрбиеші балабақшада. Себебі балабақшада сол мен бірінші Абай атындағы педагог колледждің, ол кезде училище деп айтылатын, ИЗО несін бітірдім, факультетін. Яғни сурет салу, сурет сызу, еңбек. Балабақшаға дәл сол жылы суреттен пән мұғалім керек болды. Сөйтіп мені шақырды. Сол пән мұғалім болып бастаған балабақшада. Сөйтіп мен сол жұмысты 1 жылдың ішінде өзімді көрсеткен болуым керекпін. Жаңа көп ашық сабақтар көрсеттім, өзім жаңадан келіп бітірген болсам да. Мені бірден профсоюз қылып, жаңағы кәсіподақтың ұйымын төрайым қылып сайлап жіберді. Сол жұмыста мен өте көп өзіме өмір жолыма керекті заттар сол жерден, басшылыққа керек жүйенің бәрін сол жерден үйрендім деймін. Халықты ұйымдастыруды, халықтың тілін табуды, ең бірінші іскерлікті мен сол жерде үйрендім деймін. Қайырымдық жасау дегеннің өзінде өзімізде де өткізді ол кісі. Әркім өзіміз биыл алып отқанда сондай қайырымдылықпен көмектесу үшін өзіміздің жұмыста істеп жатқан ауған ардагеріне көмек көрсетті.
ұстаздардың несімен өзі бірінші инициатива көтеріп, сол кісіге бір қайырымдылық жасайық. Тағы да бірнеше адамдар бар, оның атын атап кетудің қажеті жоқ шығар. Қайырымдылық жасаған кезде оның аты да аталмас екен деп ойлаймыз. Сондықтан ұжым болып, сол кісілерге 5 адамға қайырымдылық жасады. Бөтен бізде істемейтін басқа да кісілердің үйлеріне барып, жаңағы қаржылай көмектесіп келді. Осы Наурыздың алдында ғана. Балаларды марапаттау арқылы оларға жаңағы кішкене өздеріне не болсын деп, стимул болсын деп, үнемі үлкен осы республикаға танымал, облысқа танымал адамдарды шақырып, солардың қолынан жаңа грамоталарды алып, сыйлықтарды жасап беріп отырамыз. Оның үстіне оқу құралдарынан, тағы да басқа киімдерден. Ең керемет бізге сыйы 1 сәуір күні Нұрғиса FM радиосының ашылуы. Бұған да демеушілік оқысы тауып келді. Сөйтіп, осы 1 сәуір күні бізде қазір қоңырау емес, қоңыраудың орнына Нұрғиса атамыздың күйлерінен ойнап. Басшыға қарап, басқаларды түзелеттеп, осы жерде жүрген әрбір адам өзінің осы балалардың өсуіне, осы балалардан жақсы азамат өніп өсуіне өз үлесін қосып жатыр деп ойлаймын. Ал балаларым, мынау костюмдерін, ұлттық костюм сәл тараланып қапты, әдемі ұлттық костюм тіккіземіз. Сосын сіздер тағы да халықаралықтан орын алып келесіздер, жарай ма? Мен сіздерге қатты сенемін. Міне республикадан бас жүлдені алды, оркестр бас жүлдені алдыңдар, енді Құдай қаласа халықаралықтан бас жүлдені алды. Ол үшін бізге бірінші костюмдеріміз жөндейміз. Енді аспаптарын жақсы, бәрі аспаптарын жаңа, аспап жетеді биылға. А енді сыртымызды, ұлттық бейнемізді тамаша тастасақ. Қазіргі таңда жаһандану заманында электронды оқулықпен жұмыс жасау, электронды журналмен жұмыс жасау алға қойылған. Қазіргі біз сол заманның ағымына қарай біздің мектепте де биыл электронды журналмен жұмыс жасау қолға алынып отыр. Осы биылғы жылы осы электронды журналдар мұғалімдерге пайдалану, электронды журналмен жұмыс істеу ыңғайлы болсын деп, жаны жайсаң, мына мектеп-интернатымыздың директоры, басшымыз Эльмира Сауқымбекқызы демеуші тауып, әрі өзі демеуші болып, жанашырлық танытып, бізге мұғалімдерге әр қайсымызға бір компьютермен және жеке үстелдермен, компьютерлік үстелдермен қамтамасыз етіп отыр. Сонымен қатар мұғалімдердің жұмыс жасауына өте жағдай туғызылған. Сонымен қатар біздің мектебімізде биылғы жылы Нұрғиса FM радиосы да іске қосылды. Әрине оның бәрі кез келген адамның қолынан келе береді, жақсылық жасау да, немесе осы мемлекеттің бергенін пайдаланып отыра беруде. Бірақ соған батырлық танытып, көмегін аямаған әрине біздің басшымыз Эльмира Сауқымбекқызының арқасында. Әр үзіліс сайын күйлер ойналып тұрады, оқушылардың көңіл күй сезімі ерекше. Және сонымен қатар мектеп-интернатымызда болып жатқан жаңалықтардың бәрі үнемі айтылып отырады. Міне бардың жақсының жақсылығын айт демекші, үнемі қай жағынан болмасын басшымыз өзі көңіл бөліп, әрбір нәрсеге жаны ашып, көмегін аямайды. Мәңгілік ел ұрпақтарына ризамыз деген біздің дәстүрлі іс-шарамыз бар. Сол дәстүрлі іс-шарада облыстан, республикадан орын алып келген балаларымыз болады. 5 осы қоғамдық жұмысқа белсене қатысатын балаларымыз бар. Осы балаларға үнемі біз көңіл бөліп үлкен іс-шара ұйымдастырамыз. Сыйлық жасаймыз іс-шарамызда. Өткенде ғана біз осы облысқа әйгілі үлкен кісілерді шақырдық. Осы үнемі өзіміз ғана балаларға сыйлық бере бермейік, үлкен кісілердің қолынан алсын, сол кісілердің өмір жолы жұғысты болсын, сол кісілерге ұқсас болғым келеді деген ой тусын деп, осы облысқа танымал кісілерді шақырып, сол кісілердің қолынан балалар диплом алды, сыйлық алды. Сол кезде балаларға үлкен қуаныш сыйлай білдік деп ойлаймын. Себебі балалардың қуанғанын көрсеңіздер, әрине балалардың қуанышын көргенде, бақытын көргенде біз де сол балалармен бірге қуанамыз, бірге бақытты боламыз. Одан артық еш нәрсені де бізге керек емес бүгінгі күні.
Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын демекші, біздің мектеп интернатымыздың басшысы өте сондай жомартжан, мейірімі шексіз, әсіресе осы оқушыларға деген, тәрбиеленушілерге деген қамқорлығы үнемі байқалады. Балалардың айтап ататын басық, балалардың уақытын тиімді әрі пайдалану үшін осы жерде бос жатқан жерді өзі демеуші тауып, демеушілік жасап, өз басшылығымен ойын алаңын салып берді. Оқушылар қазіргі уақытта уақыттарын көңілді әрі тиімді өткізеді. Мектеп интернатымыздың басшысы мектебіміз Нұрғиса Тілендиевтің есіміне берілгендіктен де бір жағы оқушылардың білім мен өнерді қатар алып жүрсін деген мақсатта, уақытларын тиімді ұйымдастыру мақсатында балаларды өнер жолына қарай көптеп тартуға күш салды. Бойында таланты бар, дарыны бар балаларға өздерінің өнерлерін шыңдауға жол ашып, өзінің демеушілігімен, өзінің жауапкершілігімен осы облыста орын алып жүрген балаларды, көзге түскен балаларды одан да ары қарай шығармашылығы шыңдалсын деген мақсатпен осы Грузия мемлекетіне Тбилиси қаласындағы Гамарджоба байқауына қатыстырып, өзі жетекшілік болып апарып келді. Оқушылар да оларға дән риза. Осы игі істерінің барлығынан Жақсылықова Эльмира Сауқымбекқызының жомарттығы көрініп тұрады. Осындай жақсылықтарды көріп отқаннан кейін, оны түсініп, сезініп отқаннан кейін, біздің де кеудемізде осындай патриоттық сезім оянып, біз де бір жақсы игі іс жасауға талпынамыз. Мен осы жаққа жұмысқа кіргеніме еш өкінбеймін. Бастығымызға ырзамыз. Көптеген шаралар өтеді, соған қатыстырады, бөліп жару деген жоқ. Осы ұжым ұнайды маған. Осы наурыз айында осы бастығымыз менің жағдайлы отбасыма қарайласып, қаржылай көмек берді. Оны мен білген де жоқпын. Адам деп бөлмейді, тек бүкіл ұжымның әр адамның несіне, отбасылық жағдайына қарайласып, барлық жағынан көмектесіп отыруға тырысады. Сол кісіге рахметімді шексіз жеткізгім келеді. Осындай жақсы адамдар көбейе берсе екен, жастарға үлгі болып, жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын деген қазақта мақал бар. Сол секілді көп жақсы адамдар көбейе берсін. Барған жерім сондай бір текті, әйгілі отбасы. Енем Арияш Айманова, Шәкен Аймановтың қарындасы, бауыры. Бүгінгі күні ол кісілердің осы Таразда қалған жалғыз Аймановтардың бір ғана тұяғы сол кісі. Енді өзімді сондай бақытты деп санаймын, себебі ол кісілерден осы барлық жағын үйренуге болады. Бүгінгі күні осы қызмет жолындағы маған бірінші демеу, сүйемел жасап отқан ол отбасым деп айталам. Бүгінгі күні алтындай екі ұл баламыз бар. Екеуі де осы спорт жолын таңдады. Әрине оған ең басты осы маған көмек көрсететін жолдасым Ерлан. Ол да өзі бір текті жердің ұлы екендігін көрсетіп келеді. Себебі балаларын кішкентайдан спортқа дағдыландырды. Оларды спортқа апару, әкелу, мектебіне апару, әкелу демен ешқашан да уақытым болған емес, шыны керек. Кішкентайынан сол әкелері тасыды. Бүгінгі күні балаларымыз, Құдайға шүкір, еңбегін ақтап отыр әкесінің. Үлкен ұлымыз бүгінгі күні 2 дүркін Қазақстан чемпионаты су добынан. Кіші ұлымыз Бексұлтан кеше ғана тағы 3-ші алтын медалін әкелді. 3 дүркін Қазақстан чемпионаты, ол да су добынан. Мектеп оқушысы 9-шы сынып оқиды кіші балам. Үлкенім әлі студент, оқуды енді бітіреді. Менің бақытым да, бағым да, осы қуанышым да балаларға байланысты, отбасыма байланысты. Мектеп интернатындағы Нұрғиса атамыздың қолдап отқан киелі шаңырақ деп айтуға болатын мектеп интернатын ол қыздарын ең алдымен осы балалардың бағы деп ойлаймын. Бүгінгі күні өзімнің бағым осы балалардың бағымен байланысты деп есептеймін. Бүгінгі күні осы мемлекеттің жақсылығын көріп отқан, өздерінің аға әпкелерінің мейірімін, адамгершілігін, адалдығын көріп отқан балалар ертең күні біздің болашағымыз.
біздің сенімімізді ақтайды деп ойлаймын. Ол да бүгінгі көрген жақсылығын ертең басқаға жасайды деп сенемін. Біздің балаларымыз бүгінгі күні бар жақсылықты жан-жақтан көріп отыр. Жаным, келім жақсы, мама деп күліп ойнап келес, бала шағам өмірінде жақсылық тілеймін. Аман есен бала, екі ұлы өссін, немере шөбере көрсін, мен сияқты шөбере көріп отырмын. 3 шөберем бар. Бала деген бұл пәк таза, бір әдемі гүлге теңеймін мен баланы. Ол осы өмірде жақсылықты, мейірімді көрсе, ертең сол мейірімін қайталайды, жақсылығын қайталайды. Ал енді қатыгездікті көретін болса, сол қатыгездікті өмір бақи естен шықпай қайталап жүреді. Сондықтан балалардың бәрі осы өмірде бақытты болса деп тілеймін, жақсылықты көрсе деп тілеймін. Біздің ертеңгі осы отанымызды қорғаушылар болса, отанымыздың нағыз патриоты болса, енді бүгінгі күні мен мақтанып айта аламын. Мектеп интернатын бітіріп кеткен бірнеше осы балалардың жүрегіне патриоттық сезімді оята біліппіз. Күннен күнге оның бәрі көрініп жатыр, білініп жатыр. Кеше ғана мектеп интернатымыздың 20 жылдық мерейтойын өткізгенде бізді нағыз осы халқымыздың, еліміздің мақтанышы деп, қуанып, патриоты деп айта алатын түлектеріміз келген. Сол түлектеріміз қандай бізге көмек көрсетті 20 жылдықты өткізуде. Шырылдап, апай қалай өтеді, дайындығымыз дұрыс болып жатыр ма деп шырылдағанын көргенде мен бір көңілім көкке көтерілді. Біз баланың жүрегіне жақсы сезім оята біліппіз. Жақсылықтың дәнін себе білуіміз керек балаларға. Бір сезім, жақсы сезімнің, еліне, халқына деген адалдықтың, сүйіспеншілікті тудыра білуіміз керек. Бүгінгі күні балалардың, небір мектеп бітірген балаларымызда сол бір сезімде бар деп мен сенімді айта аламын. Өйткені біздің бүгінгі күні мақтанатын түлектеріміз баршылық, Құдайға шүкір. Жан ашитын халқына, еліне, осы мектеп интернатым деп жүрегі дірілдеп тұрған балаларымыз бар деп айтуға болады.